Кешкі асқа арналған тағы да бір идея. Тез арада дайын болатын котлеттер дайындаймыз. Дұрыс пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тауықтың етін ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Үстінен бір жұмыртқа, пияз, сухари және де картошканы үкіштен өткізіп, суын сығып тастап қосамыз. Дәмдеуіштер салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Котлеттің ортасына сметанковый атты калехтың осындай ірімшігін қолдандым. Калех өнімдерінде творожный сыр және сливкиден бөлек неше түрлі ірімшік түрлерін таба аласыздар. Парақшасына өтіп көрсеңіздер болады. Котлетті қызып тұрған майға екі жағын ғана қызарта отырып, сәл ғана қуырып аласыздар. Одан кейін табаға салып, бетін фольгамен орап 20 минут пісіріп аламыз. Дәл осы әдіспен сиыр етімен жасауға да болады. Котлеттердің арасы толықтай таза піседі. Қорықпай жасай беріңіздер. Гарнирге картошка пюресін дайындадым. Қараңыздар, сочный, дәмді әрі тез арада дайын болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Қыздар, бүгін кешке осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның аты бризоль деп аталады. Шашырамай әдем болып піседі. Дәмі де өте күшті, жұмсақ болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тартылған етке пияз, дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамыз. Мен осындай 6 бөлікке бөлдім. Әр кесеге бір жұмыртқаны жарып, үстінен фаршты салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, осы табаға жай отта 3-4 минут кетеді. Екі жағын осылай қып-қызыл қуырып аласыздар. Қатты отқа қойып күйдіріп жібермеңіздер. Екі жағы негізі толықтай піседі. Осылай жайып жібересіздер ғой. Сөйтіп айналдырып барлығын пісіріп аласыздар. Ортасына майонез, кетчуп және де калехтың осындай ірімшігін қостым. Сметанковый деп аталады. Калехтың өнімдерін білесіздер. Творожный сыр және де сливкилері бар. Және де неше түрлі сырларды табуға болады. Осылай күрішті салатын барын орналастырамыз да дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз.